Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Байтілеу Асхат Сайлаубекұлы. Қазақ ұлттық өнер университетінің 3-ші курс студентімін. Мамандығым музыкалық театр әртісі. Бұл бейнебаянда сіздерге біздің алғашқы ойнаған спектакліміз жайлы айтқым келеді. Біздің алғашқы ойнаған спектакліміз Каукен Кенжетаевтың либреттосына жазылған Хосни-Хорлан атты музыкалық спектаклі. Музыкасын жазған Төлеген Мұхамеджанов. Спектакль есімдері тарихта қалған Хорлан мен Естай атты қос ғашықтың бақытсыз махаббатын баяндайды. Менің сомдайтын кейіпкерім Естай мен Арманды қолдап оларға көмек көрсету үшін сонау Ақкөл ауылынан Маралдыға ат терлетіп бірге келген олардың досы Серік. Өзі ақ көңіл, әрі ашық мінезді жігіт. Сіздердің қазір көріп отырғандарыңыз менің орындауымдағы Серіктің Қыздар-ай әні. Әннің өзі кейіпкерге сай, көңілді әрі ойнақы. Бұл біздің Алматы қаласына гастрольдік сапармен барғанымыздағы қойылымымыздан үзінді. Хосни-Хорлан спектаклімен группамыз Қарағанды қаласына, сонымен қатар ГИТИС мастер-класс фестиваліне қатысып, Мәскеу қаласына да сапар шегіп келген. Бұл біздің алғашқы ойнаған спектакліміз болғандықтан, біз үшін бұл үлкен жетістік. Осы спектакльдің арқасында біз сәл де болсын өз мамандығымызды игеруге жақындадық. Музыкалық сүйемелдеуді өз мойнына алған композитор ағамыз Әліби Әбдінұровке және тәлімгеріміз Құлымбетов Ержан Мейрамбекұлына алғысымыз шексіз. Спектакльді жетілдіру мен орындау барысында көмегін тигізген дирижерлеу кафедрасының студенттеріне сансыз рахмет.